11 сынып физика 4 тоқсанға арналған БЖВ-1. Алтайыр жұлдызының көрнеклі жұлдыздық шамасы 0,77 м. Ол 16,8 жарық жылына тең қашықта орналасқан. Алтайыр жұлдызының абсолюттік жұлдыздық шамасын анықтаңыз. Бізде абсолюттік жұлдыздық шамасы мынадай үлкен м мен белгіленеді. Ал енді олын табу үшін біз м-ға қосамын 5 минус 5 л-ға с болады. Бұл жердегі біздегі мынау кішкентай м деп отқанымыз ол көрнеклі жұлдыздық шама. Енді сан мәндерін орнына қойып есептейтін болсақ, бізде жауабы 5-тен 0,58 болады. Егер де сізге физикадан БЖВ, ТЖВ-ға көмек керек болса, немесе есептерге көмек керек болса, ОБД-дан ондан WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Кетіп келесі, радиусы 7 көбейту 10-ның 5 дәрежесі километр болатын күн бетінің температураны анықтаңыз. Күннің жарқырауы 3,84, 10-ның 26 дәрежесі ватт дейді. Енді бізде нәердегі L деп отқанымыз сол күннің жарқырауы, сигма деп отқанымыз ол бізде міне мына нәрсе. Ал енді Т-ның 4 дәрежесі көбейтілген осыған бізде күн деп отқанымыз ол шар тәрізді сфера, оның бетінің ауданы 4πr квадрат болады. Формула бойынша осы жерден біз температура керек, Т4-ті қорытатын болсақ бізде L бөлінген сигма 4πr квадрат болады. Сол кезде мына жерде 4 негізі түбір астына алсақ, бізде сан мәндерін орнына қойып есептеген кезде 5759 кельвин болады жауабы. Кетіп келесі, суретте Герцспрунг Рассел диаграммасы бейнеленген дейді. Төменде көрсетілген 5 тұжырымдамадан дұрысын анықтап дөңгелектеп белгілеңіз. Жұлдыздардың көпшілігі қызыл ергежейлілер болып келеді. Бұл қате тұжырым. 2. Негізгі тізбектегі К спектріндегі жұлдыздардың класының өмірлік циклі Б спектріндегі жұлдыздардың класының өмірлік циклінен қысқарақ болады. Осы өз мәтегемді сарымен белгілеп қойғам, осы 2 дұрыс вариант болады. Кетіп келесі, А тапсырмасында берілген 5 тұжырымдаманың қателерін анықтап, неліктен қате екендігін түсіндіріп жазыңыз. Қызыл ергежейлі жұлдызы болмайды, егер көпшілігі ақ ергежейлі болады деп жазылады, тұжырым дұрыс болады. 4. Еріктілеріндегі жұлдыздардың беттік температурасы 5000-3000 Цельсий аралығында, ал 85-50 Цельсий беттік температура А, F, O спектріне жатады. Осылай жауап жазып қойсақ болады. Кетіп келесі, алыстау жылдамдығы 1,5, оның 4 дәрежесі километр бөлінген секунд болатын галактиканың бізден қандай қашықта орналасқандығын анықтаңыз дейді. Енді бізде оны табу үшін R, бұл жерде өзгеше болады. R тең болады V бөлінген H. Дәл осылай есептейтін болсақ, бізде 0,02 көбейтілген оның 4 дәрежесі болады. Осы галактиканың жасын анықтаңыз деген, жас тең болады Т тең R бөлінген H. Яғни біз қандай арақашықта орналасқан анықтадық, сол R-ді H-қа бөліп жүрсек, бізде жауабы 13 шығады. Кетіп келесі. Осымен менің БЖВ талдауым аяқталды. Егер БЖВ талдау ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау басып қой. Физикадан осы БЖВ, ТЖВ-ны талдауды достарыңа тарат.